Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз аса маңызды және өмірлік қажетті тақырыпты қозғайтын боламыз. Бұл инсульт және оның алғашқы белгілері. Көптеген адамдар бұл ауруды елемейді, немесе оның белгілерін басқа аурулармен шатастырады. Алайда, уақытында көрсетілген көмек адамның өмірін сақтап қана қоймай, оның сапалы өмір сүруін жалғастыруына мүмкіндік береді. Инсульт кез келген адамда, кез келген уақытта болуы мүмкін. Сондықтан оның белгілерін білу әрқайсымыз үшін өте маңызды. Инсульт өмірге қауіпті жағдай. Денеңіз ескерту береді. Бұл 8 белгіні білсеңіз, өміріңізді сақтап қалуыңыз мүмкін. Бұл жай ғана қорқыту емес, бұл шындық. Мидағы қан айналымының бұзылуы салдарынан ми жасушалары өле бастайды. Бұл қайтымсыз зардаптарға әкелуі мүмкін. Біздің денеміз күрделі механизм. Ол жиі алдағы қауіп туралы белгілер береді. Ең бастысы, бұл белгілерді уақытында байқап, дұрыс әрекет ету. Бүгінгі бағдарламада біз осы белгілерді егжей-тегжейлі талқылаймыз. Олардың әрқайсысының маңызын түсіндіреміз. Бұл ақпаратты тек өзіңіз үшін ғана емес, сонымен қатар жақындарыңыз үшін де білуіңіз керек. Өйткені, инсульттің белгілерін байқаған адам көбінесе өзіне өзі көмектесе алмайды. Сіздің біліміңіз бен жылдам әрекетіңіз біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан, зейін қойып тыңдаңыздар. Біз инсульттің ең жиі кездесетін 8 белгісін қарастырамыз. Олардың әрқайсысы жедел медициналық көмекке жүгінуге себеп болуы керек. Ендеше бастайық. Инсульттің ең көп таралған және ең айқын белгілерінің бірі, дененің бір жағында кенеттен пайда болатын әлсіздік. Бұл жағдай көбінесе бетте, қолда немесе аяқта байқалады. Мәселен, адам кенеттен қолындағы затты ұстай алмай қалуы мүмкін, немесе аяғын сүйрей бастайды. Бұл мидың белгілі бір бөлігінің зақымданғанын білдіреді. Себебі, мидың оң жақ жарты шары дененің сол жағын, ал сол жақ жарты шары оң жағын басқарады. Әлсіздікпен қатар, сол аймақта жансыздану, ұйып қалу немесе шаншу сезімі пайда болуы мүмкін. Бұл белгіні шаршаумен немесе ыңғайсыз жатып қалумен шатастырмау керек. Инсульт кезіндегі әлсіздік кенеттен және ешбір себепсіз пайда болады. Бұл белгіні тексерудің оңай жолы бар. Адамнан 2 қолын алға созып, көзін жұмуын сұраңыз. Егер бір қолы төмен түсіп кетсе, бұл инсульттің белгісі болуы мүмкін. Сол сияқты күлімсіреуді сұрағанда, беттің бір жағы қисайып, қозғалыссыз қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда 1 минутта күтуге болмайды. Бұл мидың зақымданып жатқанының нақты сигналы. Дереу жедел жәрдем шақыру керек. Өйткені бұл жағдайда әрбір секунд маңызды. Уақытылы көмек көрсетілмесе, бұлшықеттердің сал болып қалу қаупі өте жоғары. Инсульттің тағы бір маңызды және алаңдатарлық белгісі сөйлеу қабілетінің кенеттен бұзылуы. Бұл әртүрлі формада көрініс табуы мүмкін. Кейбір адамдардың сөздері түсініксіз, бұлыңғыр болып шығады, тілі күрмелгендей сезіледі. Бұл дизартрия деп аталады, және мидың сөйлеуге жауапты бұлшықеттерді басқаратын бөлігінің зақымдануынан туындайды. Адам не айтқысы келетінін біледі, бірақ оны анық жеткізе алмайды. Бұл жағдайды мас адамның сөзімен салыстыруға болады, бірақ оның ешқандай алкоголь ішпегені анық. Екінші жағдайда афазия деп аталатын жағдай туындайды. Мұнда адам сөздерді дұрыс таба алмайды, басқалардың сөзін түсінбейді, немесе мүлдем мағынасыз сөздер тіркесін айтады. Ол қарапайым заттардың атауын ұмытып қалуы мүмкін, немесе сөйлемді дұрыс құрай алмайды. Бұл мидың сөйлеу орталығының, атап айтқанда брока немесе вернике аймақтарының зақымдануымен байланысты. Егер сіз жақыныңыздың кенеттен сөйлеуі өзгергенін, қарапайым сұрақтарға жауап бере алмай қалғанын, немесе сізді түсінбей жатқанын байқасаңыз, бұл инсульттің анық белгісі болуы мүмкін. Одан қарапайым сөйлемді қайталауын сұрап көріңіз. Егер қиналса, дереу дәрігер шақырыңыз. Инсульттің кенеттен пайда болатын белгілерінің бірі, көру қабілетінің бұзылуы. Бұл бір немесе 2 көзде де болуы мүмкін, және әртүрлі сипатта көрінеді. Кейбір адамдар кенеттен бір көзінің көрмей қалғанын немесе көруінің бұлыңғырланғанын айтады. Бұл көз алдына перде түскендей сезіледі. Басқаларында көру аумағының бір бөлігі жоғалып кетуі мүмкін. Мысалы, олар тек оң немесе сол жақты ғана көреді. Сондай-ақ заттардың екеу болып көрінуі, яғни диплопияда инсульттің белгісі болуы ықтимал. Бұл белгілер мидың көру ақпаратын өңдейтін бөлігінің
немесе көру нервтерінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуынан туындайды. Көбінесе адамдар көрудің нашарлауын көздің шаршауымен немесе жасқа байланысты өзгерістермен байланыстырады. Бірақ инсульттің белгісі кенеттен және күтпеген жерден пайда болады. Егер сіз немесе жаныңыздағы адам кенеттен көру қабілетінің өзгергенін байқаса, мұны ескерусіз қалдыруға болмайды. Бұл әсіресе басқа белгілермен, мысалы, әлсіздікпен немесе сөйлеудің бұзылуымен қатар жүрсе, өте қауіпті. Тіпті көру қабілеті қысқа уақыттан кейін қалпына келсе де, бұл микроинсульттің немесе транзиторлық ишемиялық шабуылдың белгісі болуы мүмкін. Ол толыққанды инсульттің алдындағы ескерту болып табылады. Инсульт кезінде жиі кездесетін тағы бір белгі. Кенеттен пайда болатын қатты бас айналу және тепе-теңдікті жоғалту. Бұл жай ғана бастың жеңіл айналу емес. Адам өзін кеңістікте бағдарлай алмай қалатын, аяғында тұра алмайтын, немесе жүргенде теңселіп кететін жағдай. Бұл сезімді вертиго деп те атайды. Яғни айналадағы заттардың бәрі қозғалып, айналып жатқандай болады. Бұл белгі мишықтың, яғни дененің тепе-теңдігі мен қозғалыс координациясына жауапты ми бөлігінің зақымдануынан туындауы мүмкін. Бұл белгіні басқа жағдайлардан, мысалы, ішкі құлақтың проблемаларынан, немесе қан қысымының төмендеуінен ажырата білу маңызды. Инсульт кезіндегі бас айналу өте кенеттен басталады, және онымен бірге инсульттің басқа белгілері. Мысалы, сөйлеудің бұзылуы, көрудің нашарлауы, беттің немесе дененің бір жағының жансыздануы сияқты белгілер қосылуы мүмкін. Егер адам кенеттен жүре алмай, тепе-теңдігін жоғалтып құлап қала жаздаса, одан түзу сызықпен жүріп көруін сұраңыз. Егер ол мұны істей алмаса, бұл өте қауіпті сигнал. Мұндай жағдайда уақытты созбай, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Себебі мишықтың зақымдануы ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Көптеген адамдар бас ауруын жиі кездесетін жағдай деп қабылдайды. Бірақ инсульттің белгісі болатын бас ауруының өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл себепсіз, кенеттен пайда болатын және өте қатты шыдатпайтын бас ауруы. Пациенттер оны көбінесе өмірімдегі ең қатты бас ауруы деп сипаттайды. Ол найзағай соққысы сияқты кенеттен басталуы мүмкін. Бұл әдеттегі мигрень немесе шиеленіс бас ауруына ұқсамайды. Бұл ауру сезімі көбінесе геморрагиялық инсульт кезінде, яғни мидағы қан тамырының жарылып, қанның миға құйылуы кезінде пайда болады. Бұл бас аурумен қатар мойынның қатаюы, жарықтан қорқу, жүрек айнуы және құсу сияқты белгілер қосылуы мүмкін. Кейде адам есінен танып қалуы да ықтимал. Егер сізде немесе жақыныңызда бұрын-соңды болмаған, өте қатты, кенеттен басталған бас ауруы пайда болса, оны ауруды басатын дәрімен басуға тырыспаңыз. Бұл өте қауіпті белгі және мидағы апаттың сигналы болуы мүмкін. Әсіресе, егер бас ауруы инсульттың басқа белгілерімен қатар жүрсе, мысалы әлсіздік, сөйлеудің бұзылуы немесе көрудің нашарлауымен, онда 1 секундта ойланбастан жедел жәрдем шақыру керек. Инсульттің ең танымал және оңай анықталатын белгілерінің бірі – беттің бір жағының салбырауы немесе жансыздануы. Бұл мидың бет бұлшықеттерін басқаратын бөлігінің зақымдануынан болады. Нәтижесінде, беттің бір жағындағы бұлшықеттер әлсіреп, бақылаудан шығады. Мұны анықтау үшін адамнан күлімсіреуін немесе тістерін көрсетуін сұрауға болады. Инсульт болған жағдайда ауыздың бір бұрышы төмен қарай салбырап, күлкі қисық болып шығады. Беттің бір жағы екіншісіне қарағанда қозғалыссыз болып көрінеді. Бұл белгіні тексерудің тағы бір жолы адамнан көзін қатты жұмуын сұрау. Егер беттің бір жағы зақымданса, сол жақтағы көз толық жұмылмай қалуы мүмкін. Сондай-ақ, маңдайды тыржитуды сұрағанда, маңдайдың бір жағында әжімдер пайда болмауы мүмкін. Бұл белгілер кейде біртіндеп емес, кенеттен пайда болады. Егер сіз айнаға қарап немесе басқа адамның бетінен осындай асимметрияны байқасаңыз, бұл бел салдануы сияқты басқа жағдайлардың да белгісі болуы мүмкін. Бірақ инсульт қаупін жоққа шығару үшін дереу дәрігерге хабарласу керек. Әсіресе, бұл белгі дененің сол жағындағы әлсіздікпен немесе сөйлеу бұзылысымен қатар жүрсе, бұл инсульттің анық белгісі. Дененің бір жағындағы кенеттен пайда болатын әлсіздік сияқты, қолдың немесе аяқтың кенеттен ұйып қалуы немесе жансыздануы да инсульттың маңызды белгісі болып табылады.
Бұл сезім көбінесе инемен шаншығандай, немесе толық сезімталдықтың жоғалуымен сипатталады. Адам қолын немесе аяғын сезбей қалуы мүмкін. Бұл жағдай көбінесе дененің тек бір жағында, оң немесе сол жақта байқалады. Бұл мидың сенсорлық ақпаратты өңдейтін аймақтарының қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуынан туындайды. Көптеген адамдар ұзақ уақыт ыңғайсыз отырғанда, немесе жатқанда қол-аяқтың ұйып қалуымен жиі кездеседі. Алайда инсультке байланысты ұйып қалудың айырмашылығы, ол кенеттен және ешбір айқын себепсіз пайда болады, және дененің қалпын өзгерткеннен кейін кетпейді. Бұл белгі әсіресе қауіпті, егер ол дененің бір жағындағы әлсіздікпен, сөйлеудің бұзылуымен, немесе басқа инсульт белгілерімен бірге пайда болса. Егер сіз кенеттен қолыңыздың немесе аяғыңыздың иіп, қозғала алмай қалғанын байқасаңыз, бұл жай ғана қан айналымының уақытша бұзылуы деп ойлап, немқұрайлы қарамаңыз. Бұл мидың көмек сұрап жатқан сигналы болуы мүмкін. Инсульттің кейде еленбей қалатын, бірақ өте маңызды белгілерінің бірі кенеттен пайда болатын, шектен тыс шаршау, әлсіздік, немесе тіпті есінен тану. Бұл жай ғана ұйқының қанбауынан немесе ауыр жұмыс күнінен кейінгі шаршау емес. Бұл адамның кенеттен ешқандай күш-қуаты қалмай, орнынан тұра алмай қалатын жағдай. Кейде бұл белгі инсульттан бірнеше күн немесе апта бұрын пайда болуы мүмкін. Әсіресе әйелдерде жиі кездеседі. Адам кенеттен басы айналып, көз алды қарауытып, есінен танып қалуы мүмкін. Бұл белгілер мидың жалпы қан айналымының бұзылуынан немесе ми бағанының зақымдануынан туындауы мүмкін. Ол сана мен сергектікке жауап береді. Естен тану немесе кенеттен пайда болған қатты әлсіздік әрқашан елеулі жағдайдың белгісі болып табылады. Егер адам кенеттен есінен танып, біраз уақыттан кейін есін жиса да, бұл транзиторлық ишемиялық шабуылдың, яғни микроинсульттың белгісі болуы мүмкін. Мұндай шағын шабуылдар көбінесе үлкен, ауыр инсульттың алдындағы ескерту болып табылады. Сондықтан, кез келген түсініксіз естен тану, немесе кенеттен пайда болған қатты әлсіздік жағдайында дереу медициналық тексеруден өту қажет. Құрметті достар, бүгін біз инсульттың 8 негізгі белгісін талқыладық. Бұл ақпарат сіздің және жақындарыңыздың өмірін сақтап қалуға көмектеседі деп үміттенемін. Есіңізде болсын, инсульт кезінде ең маңызды фактор уақыт. Терапиялық терезе деп аталатын алғашқы 3-4 жарым сағат ішінде көрсетілген медициналық көмек мидың зақымдануын азайтып, толыққанды сауығу мүмкіндігін едәуір арттырады. Сондықтан, егер сіз немесе жаныңыздағы адамнан осы белгілердің біреуін байқасаңыз, мүмкін өзінен өзі кетер деп күтпеңіз. Әрбір минут маңызды. Бұл белгілерді байқасаңыз, уақыт жоғалтпай, жедел жәрдем шақырыңыз. Өміріңізді сақтап қалу өз қолыңызда. Жедел жәрдем келгенше, адамды ыңғайлы етіп жатқызып, басын сәл көтеріңкі ұстаңыз. Тығып тұрған киімдерін жағасын, белдігін босатыңыз. Егер құсып жатса, тұншығып қалмас үшін басын бір жағына бұрыңыз. Оған ешқандай дәрі-дәрмек немесе су бермеңіз. Ең бастысы, сабыр сақтап, жедел жәрдем бригадасына адамның жағдайы туралы және белгілердің қашан басталғаны туралы нақты ақпарат беру. Денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Инсульттің алдын алу үшін қан қысымыңызды, қандағы қант пен холестерин деңгейін үнемі бақылап отырыңыз. Дұрыс тамақтанып, физикалық белсенділікті арттырыңыз, темекі шегуден және алкогольді шамадан тыс тұтынудан бас тартыңыз. Бұл қарапайым ережелер инсульт қаупін едәуір төмендетеді. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.